Қыздар, енді тақырыпты жалғастыра келе, ішкі тірек, мықты ішкі тірек дейді, фундамент дейді, внутренняя опора деп жатады бұл тақырыптарды. Бұл дегеніміз не? Қыздар, жалпы психология басқа да емес, мен сіздерге бір түсінікті тілмен түсіндіргім келіп тұр бұл нәрсені. Ішкі опора дегеніміз ол біздің Алламен байланысымыз негізінде. Алламен байланысымыз. Жай ғана мына бір тапсырманы орындаңыз. Сізге тапсырма беріледі. Аллах тағала сізге берген жақсылықтарын, мысалы, мынандай шүкір емес та, қыздар, үй берген үшін шүкір, көлік берген үшін шүкір, немесе телефон берген үшін шүкір, мынандай, мысалы, iPad берген үшін шүкір деген емес. Жалпы осы күнге дейін қандай бір сәттерде сіз Алланың ерекше мейірімін сездіңіз? Мысалы, мен 5 жасымда ата-анам ажырасты. Ата-анам ажырасқаны маған үлкен травма болып әсер етті. Енді бірақ мен сол ситуацияны ойлана келе Алланың маған деген ерекше махаббатын көремін. Аллах тағаланың маған деген ерекше қамқорлығын көремін. Мысалы, Аллах тағала мені сол жолмен өткізсе де, Алла әрқашан мені өзінің панасында ұстаған, әрқашан мені өзінің мейірімінде ұстаған. Сол сияқты, қыздар, сондай өмірдегі бір өте қиын ситуациялар бола тұра, Аллах тағала сізді сол ситуациялардан шығарғаны, көркем түрде шығарғаны, сол жайлы көбірек ойланып көрсеңіз. Тафаккур деген нәрсе бар, өздеріңізге, дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Тафаккур деген нәрсе ол размышление, яғни ойлану. Размышление дегеннің өзі Алланың құдіреті жайлы ойлану. 1 сағаттық сіздің тафаккурыңыз 1000 жылдық құлшылыққа тең болады. Сондықтан тафаккур етіп көріңіз. Аллахым Раббым, көркем түрде менің жүрегіме осы нәрсені салуыңды сұраймын. Көркем түрде менің есіме түсіруіңді сұраймын. Осындай моменттерді. Сол сияқты сіз осылай бірінші кезекте тафаккур еткен сайын, ойланған сайын Аллаға жақын боласыз. Өйткені сіз Алланың мейірімін сезесіз. Аллах тағала сізді ешқашан қалдырмаған. Сіз қиындыққа тап боласыз, сіз қиындықтарды көресіз, сіз қиналасыз, бірақ сол қиындықтардың, сол сынақтардың сабағын және де даналығын түсінген кезде Аллах тағала сізді ол ситуациядан шығарады. Жалпы Аллах тағала бізге қиындықты, осындай қазіргі сіздің өміріңізде болып жатқан дискомфортты Аллах қинау үшін бермейді. Осы пендем қиналса екен деп ондай емес. Аллах тағала бұл пендем осы қиындық арқылы осы сынақтардың даналығын, сабағын түсінсе екен деген өте үлкен көркем сынақтар беріп жатады бізге. Сол үшін де, қыздар, бұл жерде түсіну керек нәрсе, Алла бізді жақсы көреді. Мынандай бір керемет өзін жасайтын бір техника, Аллах тағала нәсіп еткен, Алла үйреткен техниканың бірі. Осылай кейбір кездерде сондай қиындықтарға тап болғанда өзіме сұрақ қоямын. Нұрзат, сені Аллах тағала қашан жалғыз қалдырды? Қай кезде Алла сені қалдырды? Содан кейін мен жауап беремін, ешқашан. Алла мені ешқашан қалдырған жоқ. Ал енді неден қорқасың? Егер сені Алла осы уақытқа дейін ешқашан жалғыз қалдырмаса, сен ешқашан жалғыз болмасаң, неден қорқасың? Алла сенімен бірге. Сондықтан ішкі тірек, ішкі фундамент деген мәселеде осы нәрсені біз миымызға сіңіру өте маңызды. Енді бұл жерде, қыздар, мен керемет бір сөз естідім. Өзімнің жаңағыдай жолдасымның ата-анасы, яғни менің қайнатам, ол кісі өзін отбасына арнаған кісі. Өзінің отбасына арнаған кісі, және де ол кісі жалпы ер адам психологиясы бойынша, оны да түсіндіремін берсем, ол кісі зелено-красный цветке жатады. Жалпы зеленый цвет деген ер адам психологиясында ол өте қамқор, отбасылы, сондай отбасы үшін барлығын жасайтын сондай адам. Былайша айтқанда семьянин. Енді бұл тақырыпқа, жаңағы ішкі тірек деген тақырыпқа
айтқым келіп тұрғаны, ол кісінің бір айтатын керемет сөзі бар екен. Мұны жаңағыдай жолдасыммен қайнапкем айтқан кезде мен таң қалдым да. Мен бар кезде неден қорқасың деп айтып өсірген екен балаларын. Яғни жолдасымды және де қайнапкемді солай өсірген екен. Мен бар кезде неден қорқасың? Бірақ Алланың құдіреті, қыздар, мен ондайды көріп өспеген, мен ондайды естіп өспеген. Сол сөзді ести отырып мендегі қалыптасқан ой, ол Аллахым Раббым, сен болыпсың ғой менің қасымда. Мынандай бір керемет нәрсе бар. Бұл дүниеде кейбір балалар махаббатты, яғни Алланың махаббатын ата-анасы арқылы көреді. Яғни Аллах Тағала өзінің махаббатын ата-анасы арқылы жеткізеді. Бала толыққанды отбасында өседі, толыққанды отбасында ата-анасы барлық мәселені шешіп, қарастырып, ортақ мәмілеге келіп, кешкі дастархан басында әңгімелесіп, бір проблемаларды, мәселелерді шешіп, әрекет жасайды. Бірақ тағы да екінші вариант, жаңағыдай мендегі вариант, ол яғни Аллах Тағала ата-ана арқылы емес, тікелей өзі беретін моменттер болады. Менде мысалы анам қасымда әрқашан болғанымен, менің әкемнің мейірімі, әкенің қолдауы маған жетіспеген кездер балалық шағымда өте көп болды. Бірақ мен сіздерге қазір бұл нәрсені түсіндіріп жатқаным, менімен бірге Алла болды. Мен Алланың тікелей махаббатын көрдім. Және де егер сіздің де балалық шағыңызда сондай ситуациялар болса, мысалы сіз мүмкін анаңыздың жылулығын көрмеген шығарсыз, мүмкін әкеңіздікін көрмеген шығарсыз, бірақ қыздар, ол моменттерде Аллах Тағала махаббатты тікелей береді. Адамға тікелей береді. Ол өте керемет нәрсе, өте керемет Алланың даналығы негізінде. Сол үшін де бұл жерде бұл керемет сынақтың өзінің даналығын түсіну маңызды. Енді жаңағындай айтқанымдай, қыздар, мен бар кезде неден қорқасың дейді. Сол сияқты ішкі тірек деген ата-ана балаға ішкі тіректі қалыптастырып береді. Бірақ егер ата-ана қалыптастырмаса, Аллах Тағала өзінің махаббатын ата-ана арқылы жеткізбесе, Алла оны тікелей жеткізеді. Сол үшін де, қыздар, ішкі тірек мәселесінде біз көп уақытта, көп жағдайда Алланың даналығын, Алланың құдіреттілігін, Алланың мейірімін, шексіз махаббатын әрқашан есімізге түсіріп